Солтүстіктің шарбат дәмін татайық. Өлсек бірге туған жердің сайында. Құшағымыз ажырамай жатыр. Жырау өкілсің ғой? Жона мен шығарған жоқ, маған шығарды. Жақсылықта жайла берсін аға. Ата бабаның аруағы қолдап, басыңызға бас, малыңызға мал, ақшаңызға ақша, абыройыңызға абырой қосылсын. Тек осындай тек жақсылықтарда ғана жиналайық. Әмин. Жоқ. Кел, жүр, айт жүр. Монғолиядан көшіп келгенбіз. Монғолиядан көшіп келгенбіз, жергіліктіміз. Біз өзімізді ошақтың азаматымыз деп сөйтіп сөйлесеші. Ja, біз енді мына солтүстік біздің ел деп, жер деп келіп мұнда тірлік істеп жатырмыз. Келіңдер, жақсы мына тірлік істеуге. Қолайлы. Не айтамын мен жігіттер? Ауылыңыздың қазақша аты қалай? Біздің енді бұл керейлер енді ауылды негізі, біз өзіміз. Ол жақта бір айт сөйлесіп жатырмыз. Өзгертейік деп жатырмыз. Өзгертейік деп жатырмыз. Өте тамаша. Ал, істеріңізге сәттілік. Қораға малдарыңыз, қораларыңызға тола берсін. Қонақ болыңыздар, үйге барыңыз. Бір арнайлап келейік. Ана жақта қалың жұрт күтіп отыр. Айналып жүрміз. Жолыңыз болсын енді. Теріс келген қазаққа толтырыңыз. Әмин. Рахмет. Болашақ қазақтікі, жер біздікі. Рахмет. Аман есен бол. Атың кім бұрады? Мандат. Мандат? О, атың да жақсы күн, а? Менің атым Бурахан. Жақсы. Мандат деген сөздің мағынасын білесің бе? Білеміз? Керемет. Мандат. Ben şurkaytın en kazaklı bir kazaklı bakıtı benim bakına Barşanı men tuan sekin var kazak Men kazaklım türüm kazak kel kazak Men kazaklım men aypatım şır kazak Sırrı olsun kırık olsun mın kazak Sırrım günde bölüm günde bir kazak Bir kazak senin olsun Barşanı men tuan sekin var kazak Men kazaklım türüm kazak kel kazak Мен қарындасым, мә, мамаңа бәрін бер. Бәрекей. Денсаулығыңыз қалай, мен апайым? Қалай? Жақсы ма бәрі? Ризасыздар ма? Ассалаумағалейкум. Қабілетті болып тұрған қазақ мұнда келіп 15 мың қазақты көз ілмеу керек қой, мына жақта 15 мың адам. Жоқсың рас қой. Көз ілмеу керек қой мына жақта енді. Қағазға датын жазды көлдей қып, әуелден ақ тағдырымыз алағайда бұлағай, сен ешкімге қарамай, ештеңеге қарамай көшіңді түзе, бұқараңды баста кел, азаппен кел, тозақпен кел, қашта кел, ұрым-ғырым аста кел, көшіңді түзе, күтпесе долығы, көз төрт боп тосқан ел. Көрсек бірге туған елдің тойында, бостандықтың, солтүстіктің шарбат дәмін татайық, өлсек бірге туған жердің сайында, құшағымыз ажырамай жатыр. Жырау өкілсің ғой? Жона мен шығарған жоқ, маған шығарды. Өлеңіз бірақтық екен деп бардыңдар. Мен мал ұстамайым дегенсің. Бәке жоғары. Өз сен жоғары шықпай. Отыра. Түрегеп бадашсымай Қонақтардан. Бурахан. Мен сақалым істемейтін сақалым. Болмайды. Қонақсыз ғой. Ал. Амин. Айдос, нен қайды? Тоқтап тұр. Оны нетпей қой. Ал, дастархандарыңыз тек жақсылықта жайла берсін аға. Ата бабаның аруағы қолдап, басыңызға бас, малыңызға мал, ақшаңызға ақша, абыройыңызға абырой қосылсын. Тек осындай тек жақсылықтарда ғана жиналайық. Әмин. Мына жақта отырған кісілер селк ете түсті. Айдос. Мынау ана. Қасымдағы кісі. Осы кісі екеуміз ғана жеңіз. Ай, осы Тұрсынжан ағамның бір қой өлтіретіні бар еді. Соны уәдеңізде тұрдыңыз аға. Алдында бір қой өлтіріп бересін деп едім сізге. Рахмет. Сетін адамға берейін. Мәңіз. Басталы бар қарай реттеңіз енді. Алыңыздар. Алдында бір сөз. Жақсы.
Var жетti. Жаңа көрөңүр окусаң күчтүү болор эле экөө. Екеуін оқып берейін. Балалық шақтың бесігі, темірлік қара күнгейім. Арман деп кеттім алысқа оралам, қашан білмеймін. Қарттарым, қара нарларым, бауырына басқан ұлым деп. Жете алмай жүрем жұртыма, жүрегім жұлым боп. Темірлік, Ақсай, Байтұма, іздерім қалған аймақ ең. Аманат етем кімдерге, қасиет тұнған қайрен ел. Түсімнен шықпай меңдеткен ауылға туған ақселем. Алыста жүрген ұлыңа тар болып жүрсенен басқа әлем. Қойлыға шөткен шұбырып, шұбалып жатқан қасқа жол. Шаңдатып өтсем арман не, жетелеп кетті басқа жол. Ол қайран темірлік. Темірлік деген біздің туған ауыл. Olsun al koyak. Ауыл деген сол қалды. Біздікі де біз İran İslam Respublikası деген кезде ана жерде просто ирандық деп қана жазылады. Немесе мұсылман деп қана жазылады, мысалы Афганистанда. Солай болды, басқа не жоқ ол жерде. Міне сол құжаты жоқтығынан біздің Қазақстан Ауғанстаннан келетін қазақты, Ауғанстанда мысалы қаншама керейдің сарбасы бар, мыңдаған керей сарбастар бар кәдімгі. Bir ауыз сөз үйренсің бүгінде менің ана тілімде. Қазақ болып туғаннан соң құлыным қазақ болып өлген жақсы түбінде. Барлық тілді үйренерсің сен әлі, жігіт болып саналы. Қайда жүрсең өз өлеңді ұмытпа, өз өлеңнің туын көтер жоғары. Мен анамды ұғындым деп мақтанам, тілін білдім, жырын білдім сақтаған. Өз анасын сыйламаған пақырлар отанында сыйлап көрген жоқ балам. Ұлым менің, бұл сөзімен анарсың, жас шағыңда өзі дот боп жанарсың. Менің қазақ жүрегімді ал, сөзімді ал, басқасын өзің біліп аларсың. Бақсы. Жігіттер, міне тамақтан ауыз тиіңдер, жақын отыр. Sen de verin. Jarayt, me. Jarayt ya tav olsan verin, me. Kaysındır? Ne? Өлең айтса şimdi. Айт. Кел балалар оқықты. Деген еді. Кел балалар оқықты. Біраз тақпақ білетін. Ұялып тұр ғой. Yeni bir liste çıkarmaktı Көкшетаудың бурасы деп. Siz айтады екен, мені сізді Петропавл дейді, солтүстіктің бурасы. Ой, қорқпа. Мен сенің бурахан деген ағаңмын. Атың кім? Елгай? Руың кім? Руы кім? Наймансың. Бәсе. Мен де Найманмын. Жиі ғой, нешедесің? Бұл Нұр? Мә. Бос бар ойнын. Ол нешеде? Ол 12-ге шығады. Қайда жараттыңдар? Жоным. Өзің айтсайшы, не дейсің? Атың кім? Осы екен. Сен атың кім? Айым. Мә. Мақал білесің бе? Айтшы мақал. Әке асырда ана жағасында Молодец. Тағы қандай мақал білесің? басына істесе жақсы көмек етеді, жаман көмек кетеді. Мә, тағы бір мақал айтса тағы шығарып беремін. Айт оға бір мақал. Айт. Тақпақ айт жарайын. Тақпақ. Нешедесің сен? 8'im. 8'desin be? Ya. 3 yaşındasın. Meh. Atın kim dedin? Ayım. Ayım. Dev kız oluyor. Sodan қалай Ал апай маған бір кесе саумал беріп жіберіңіз енді, кішкене.
Ай, бол, жетет. Ана саумал деген керемет қой. Жалпы негізі мен ойлаймын да, мына адамдар, көп адамдар ауылға барып тұрғысы келеді. Бірақ ауылға келіп тұрғаннан кейін міне осылай жылқы ұстап, саумал сауып, қысқасы бие сауып, сондай сиыр сауып, сондай бір ақтың дәмін татып, сондай нәрселер істемесең, онда ауылда тұрған не қызық деп ойлаймын да мен. Міне қараңыздаршы, мына кішкентай қарындастың өзі міне әке шешесіне көмектесіп, міне құлынның басын тартып, кәдімгідей серік болып жүр. Жалпы негізі мына көптеген қалада өсіп жатқан азаматтардың балалары, тақымдары жылқыны көрмеген, қысқасы айтқан кезде әлсіз болып келе жатыр қазір. Ал осы ауылға келіп күнделікті сүт, осылай саумал, қымыз ішетін болса, сіздің балаларыңыз өте мықты болады. Сол себепті ауылға келуден қашпаңыздар. Ауылды қайтадан жаңартайық ағайын. Рахмет. Қандай тамаша. Сақалынан аққан көрінді ме? Болды. Әдей сөйтіп ағызды. Болды. Мынаны енді сен сурет бірдемеге алып жатқандарың бар ма? Ой, 7 камерамен түсіріп отырық. Міне. Өзінің арнайы аппаратуралары бар дейсің. Ау, тәуекел, теріскей бізге аманат. О, тамаша, молодец, әкеміз.